менің де қуанатын жөнім. Баланы әжесі қарап берем, жұмысқа жық деп отырса, қуануға болады ғой. Ал мен неге екенін білмеймін. Жүрегім зырқ ете түсті сол сөзді естігенде. Баламды менен мәңгілікке тартып әкететіндей түйілген болатын. Ана жүрегі шынында да сезеді екен ғой. Жолдасым да қаражат жағынан қиналып жатқанымызды айтып, бір айдан соң қайтып өзімізге аламыз болмай жатса, көрейік деп келісім берді. Жолдасым айтып жатқан соң мен де оған қарсы шықпадым. Жарайды деп көнген болатынмын. Солай енем баламды ауылға алып кетті. Жүрегім тыныштық таппай жүрдім. Жұмысқа орналасып алсам да балама алаңдап, күн сайын хабар алып тұрдым. Сөйтіп жүргенде 2 айда зулап өте шықты. Ұлымызды сағынған соң бір барып көріп келдік арасында. Содан кейін ғана жүрегім тынышталғандай болып еді. Арада 2 апта өткенде енем баламның суға ағып кеткені жайлы қаралы хабарды жеткізді. Жүрегімді қолыма алып, қалай жеткенімді білмеймін. Баламды іздеп жатырмын. Бірақ оны маған көмек көрсеткен жоқ, мүрдесі табылған жоқ деді. Баламды өзіме беріңдер, мен сенбеймін, ол тірі деп шырылдап жыладым. Ешкім мені тыңдамады. Басу айтып жатыр. Сонымен мең-зең күйде болдым. Оны өлді дейді, бірақ менің жүрегім оған сенбеді. Олардың барлығы баламды менен жасырып қойып, ойын ойнап отырғандай көрінді. Солай Астанаға қайтарып жіберді бізді. Неге екенін білмеймін, балам сол жақта жүргендей болып түйіле берді. Бір күні үстінен түсетіндей болып ешкімге ескертпей ауылға бардым. Сол кезде енем алдымнан шығып, баяғы жылы сөзі жоқ, қатқыл қарсы алды. Қарсы алған жоқ, есіктен кіргізбеді, қуып шықты. Сонда да мен қайтпадым. Араға 4-5 күн салып, 2 күн салып пара бердім. Астана ауылға жақын жер емес, сонда да тынбадым. Баламның не өзін, не мүрдесін көзбен көрмейінше жаным тыныштық таппай аласұрдым. Күйеуім де мені алдайтындай, менің алдымда кінәлі адамдай елпектейді. Жұмысқа да шықпай жатып қалдым. Күйеуімнің тапқанында ас-ауқатқа жұмсауды білмедім. Маған бәрібір болып қалғандай еді. Бірақ уақыт өтіп жатыр. Күйеуім жұбатып, біздің әлі көп баламыз болады. Қамықпа, көп ойлана берме дейді. Қайдағы қамықпау, қайдағы ойланбау, сол тұңғышымды мен бір сәтке есімнен шығармадым. Сүйікті оқырмандарым, бұл оқиғаның жалғасын келесі шығарылымда тыңдай аласыздар. Оқиға ұнаса,